Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында осындай әдемі қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Әдеттегідей ең алдымен ол үшін бірінші қамырды дайындап тындырып қоямыз. Қамырға ешқандай жұмыртқа, май қоспай, тек тұзды суға илейміз. Және барлық нәрселерді пісіргенде біз ұнымызды електен өткізіп алуымыз қажет. Ең алдымен осылай қасықпен араластырып, содан кейін қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай менде 2 бөлік қамыр шықты. Тындырып қойғаннан кейін қамырды жақсылап, жұқалап жаямыз. Және қамырымыз өте жұқа болуы қажет. Жайып алған дайын қамырға сары май жағамыз. Бұл менде осындай майды ылғи пайдаланамын. Майлылығы 82-де 5%. Бір қамырды жайып, арасына майын жағамыз. Майымызды жақсылап жағуымыз қажет, себебі қамырдың қатпарлы болуы осы майға байланысты. Май жаққаннан кейін міндетті түрде арасына ұн себеміз. Сонда біздің самсамыз өте қатпарлы, әдемі болып шығады. Енді осының үстіне қамырымыздың келесі бөлігін жұқалап жайып алып, осы бөлігін жабамыз. Және жаңағыдай майды жағып ұнды себеміз. Яғни жаңағы әрекеттерімізді қайталаймыз. Менімен бірге дайындаңыздар, өте дәмді болады деп ойлаймын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта да сіздермен өте керемет және оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Міне ұнды жағып болғаннан кейін біз енді қамырымызды осылай ширатып шығамыз. Сонда олар бір-біріне қатты жабыспай, самса дайындауға дайын қамыр болып шығады. Және бұл қамырларды біз тоңазытқышта қалаған уақытта ұзақ 2-3 айға дейін сақтасақ болады. Кез келген уақытта қамырымыз самса дайындауға дайын болып тұрады. Және мен самсаның салмасына етті пайдаландым және оған бір пияз қостым. Және осы жерде татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Және барлығын міндетті түрде жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл самсаның салмасын міндетті түрде қуырып аламын. Себебі самсаның ішінде ешқандай да бірікпей, салмамыз шашырап, таза піскен болып шығады. Міне осындай болады. Яғни біздің салмамыз дайын деген сөз. Енді біз қамырды дайындаймыз. Осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Міне видеодағыдай қатпарлы қамырымыз дайын деген сөз самса дайындауға. Осындай бөліктерге бөлгеннен кейін оларды жайып аламыз. Және жайған уақытта біз барлығын баспай, шетінен жайып, ортасына қатпарларды жинап жаюымыз қажет. Самса дайындауда қамыр жаю өте маңызды. Әдемі бір келкі етіп жаюымыз қажет. Үйде дайындау самсаны өте дәмді болып шығады. Міне біздің қамырымыз осындай жайылды. Енді осы қамырға жаңа қуырып алған самсаның салмасын саламыз. Салмасын салғаннан кейін өзіңіз қалаған формада самсаны түйеміз. Мен әдеттегідей 3 бұрыш қылдым.